Міне балалар 26 есептің біріншісін көрсетіп жіберем. Біз 5-ші сыныпта бұл нәрсені өткен бізде. Яғни бұл жерде мынау жай бөлшекті ондық бөлшекке айналдырасыз, немесе ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырамыз. Қазір енді біз мынау ондық бөлшекті жай бөлшекке айналдырып шығарып көрейік. Так, жақшаны ашамыз. 1,5-тен 3-тің өзін жазам, плюс мынау 1,8 деген сөзі 1,8 көбейту, мына 2-ден 1-дің өзін жазып қоям. Тең. Сосын енді мына жерде ортақ бөлім берем. Ортақ бөлім бізде 10. Жақшаны ашам. 1,10 екен ғой. 10, 10-ды 5-ке бөлсем 2, тоқтауыш көбейткіш 2 болады. Сосын мына жерді жазып қойыншы, 10 деп. 10-ды 5-ке бөлсем 2, 10-ды 10-ға бөлсек 1 деп осылай үйреткенмін. Енді 1,10-нан 2-ке 3-ті көбейтетін болсақ 6 қосу 1,10-нан 1-ге 8 көбейтем, 8 болады. Көбейту 2-ден 1 тең. Енді қараңдар, бүтін санмен егер бөлімі бірдей болатын болса, онда бүтіні мен бүтіні, алымы мен алымы қосылады. 1-ге 1-ді қосамын, 2, 10-ның өзін жазам, ортақ бөлгіші бірдей. 6-ға 8-ді қосатын болсам, 14 болады. Көбейту 2-ден 1. Енді көбейту кезінде қараңдар, мына жерде аралас санды бұрыс бөлшекке келтіріп аламыз. Міндетті түрде мынаған көбейтпей тұрып. Енді аралас санды бұрыс бөлшекке келтіру үшін 10-ды 2-ке көбейтемін. 20, 20-ға 14-ті қосам, 34. Сонда 10-нан 34. Бөліміндегі 10-ның өзін жазам, ал мына жерде көбейттік, одан кейін қостық. Көбейту 2-ден 1 тең. Енді қысқартамыз. Екеуін де 2-ге қысқартам. 2-ні 2-ке бөлсем 1, 34-ті 2-ке бөлсем 17. Яғни мына жерде төбесінде 17 қалды, астында 10 қалды. Бұл деген сөз 17-ні 10-ға бөлсек 1,10-нан 7 шығады деген сөз.